Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында өте дәмді, ерекше болып шығатын паста дайындайтын боламыз. Каналымды жоғалтып алмай, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Ең алдымен қайнап тұрған суымызға лапшамызды салып пісіріп аламыз. Енді қызып тұрған майымызға 2 чесногымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Одан кейін тауықтың төс етін турадым. Дәл осылай салып, жақсылап оны да қуырып аламыз. Одан кейін сары майымызды салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Осы кезде чесноктарымызды алып тастаймыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды салып, мына жерде мен итальянский трав салдым. Видеоға түспей қалған екен, пастаға арналған өте дәмді, дәмі ерекше болып шығады, соны қоссаңыздар. Одан кейін сливкиімізді құйып, жақсылап қайнатып алдым. Енді піскен лапшамызды бетіне салып, тағы да 4-5 минуттай қайнатып аламыз. Ұсақтап туралған помидорларымызды салып, жақсылап араластырдым. Помидорды қатты пісірудің керегі жоқ. Дәл осылай араластырып 1-2 секунд ұстасаңыздар болды. Одан кейін сырымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осымен пастамыз дайын. Өте жылдам, тез уақытта дайын болады. 15-20 минут уақыт қана кетеді. Осымен пастамыз дайын. Үй жағдайында ерекше болып шықты. Дәмі деген өте қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Үй жағдайында өте дәмді паста дайын.